Жаратушы иеміз кейбір уақыттарды берекелі етіп, ол уақыттардың бірінде жасалған дұғалардың тез қабыл боларын білдірген. Ендеше көктердің есіктері ашылып, пенденің дұға тілектері қабыл болатын сәттер келесідегідей. Бірінші күн тас төбеге келіп, батысқа қарай ауа бастаған сәт. Мұны зәуәл уақыты дейді. Бұған байланысты Абдулла ибн Сәйіб былай деген: Алла елшісі күн тас төбеден ауғаннан кейін бесіннің алдында 4 рәкағат оқитын және бұл сәт аспанның есіктері ашылатын сәт. Сондықтан осы сәтте игі амалым көкке көтерілгенін қалаймын деген еді. Екінші, түннің ақырғы 1/3 бөлігі. Әбу Хурайрадан жеткен хадисте Алла елшісі былай деген: түннің ақырғы 1/3 бөлігі қалғанда Алла тағала дүние аспанына түседі және көктің есіктері ашылады. Кейін Алла қолын жайып, тілеуші бар ма, тілегені берілсін дейді. Осылай таң атқанша жалғасады. Үшінші, дүйсенбі және бейсенбі күндері. Әбу Хурайрадан келген хадисте Алла елшісі былай деген: дүйсенбі мен бейсенбі күндері көктің есіктері ашылады. Сол күндері Аллаға серік қоспаған әрбір пенде кешіріледі. Бірақ бауыры мен өзінің арасында реніш бар адам басқа. Періштелерге ол екеуі достасқанға дейін кідіріңдер делінеді. Төртінші, қамат түсіріп жатқанда. Жәбірден риуат етілген хадисте Алла елшісі былай дейді: намазға қамат түсіріліп жатқан сәтте аспанның есіктері ашылып, дұғалар қабыл болады. Бесінші, Рамазан айы кіргенде. Әбу Хурайрадан жеткен хадисте Алла елшісі айтқан: Рамазан айы кірген сәтте аспан есіктері ашылып, тозақ есіктері жабылады және шайтандар кісенделеді. Алтыншы, жаңбыр жауғанда. Сахил ибн Садтан жеткен хадисте Алла елшісі 2 сәтте дұға кері қайтарылмайды: азан айтылып жатқан сәтте және жаңбырдың астында дейді. Жетінші, азан айтылғанда. Анас ибн Мәләк пайғамбарымыздың былай дегенін жеткізген: азан айтылып жатқан кезде аспан есіктері ашылып, дұға қабыл болады және қамат түсіріліп жатқан сәтте тілектер кері қайтарылмайды. Сегізінші, жұма күні. Жәбір ибн Абдулла жеткізген хадисте Алла елшісі былай деген: жұма күні 12 сағат бар. Мұсылман пенде сол сәттерде сұраса, сұрағаны міндетті түрде беріледі. Сендер асырдан кейін жұма күнінің күндізінің ақырғы уақытында сұраңдар дейді. Тоғызыншы, шағбан уақыты кіргенде. Усаме ибн Зәйд былай дейді: мен Алла елшісіне: я Расулаллах, сенің өзге айлардан бірде-бірінде шағбан айындағыдай көп ораза ұстағаныңды көрмеймін дегенімде, ол Ражаб пен Рамазан екеуінің ортасында келетін бұл ай хақінде адамдар хабарсыз. Бұл айда барлық істер әлемдердің Раббысына көтеріледі. Менің де істерім Алланың құзырына аузым берік болған күйде көтерілуін қалаймын деп жауап берген екен.